Сәлеметсіздер ма? Мен Дүйшенова Райхан Аралбаева, ұлттық ғылыми медициналық орталықтың балалар кардиохирургия бөлімшесінде 17 жылдан астам жүректің туа пайда болған ақауын эндоваскулярлық әдіспен емдеумен айналысамын. Балалар интервенциондық кардиология дегеніміз жүректің туа пайда болған ақауын жүректі кеспей тамыр арқылы арнайы ангиографиялық операционды рентген бақылауымен операция жасау. Біз кезекті дәрігерлік кеңесімізді Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 5-6 ақпан күндері аралығында жүргіземіз. Қабылдау облыстық балалар ауруханасында тегін жүргізіледі. Құрметті Батыс Қазақстан облысының, сондай-ақ Орал қаласының тұрғындары, мен Өмірәлиев Бағжан Жәлелұлы, ұлттық ғылыми медицина орталығының балалар кардиохирург дәрігерімін. 5-6 ақпан айларында облыстық балалар ауруханасында кезекті консультациясын жүргіземіз. Кеңес барысында балаларға тегін УЗИ жасалады, жүректің туа біткен ақауы бар балаларға қажетті нұсқаулар беріледі. Егер ота көрсеткіштері болатын балаларға біз жолдама береміз. Сондай-ақ операциядан кейінгі балаларды да қараймыз. Қажетті еміне коррекция жүргізіледі, алдағы уақыттағы тактикасы анықталады. Келіңіздер, консультация тегін түрде болады.